Бұл дұрыс сөйлейік бағдарламалар циклы ендігі сабағымыз публицистика тілінің сөз бедері жайлы болмақ. Анар ханым, тарқатып берсеңіз. Публицистикалық шығармалардың өзінің бір ерекшеліктері болады. Осы ерекшеліктерден публицистикалық шығарма тілінің бедері құралады. Ең бірінші ойға келетін нәрсе бұл жаңа айттық қой, кез келген құбылыс туралы публицистика стиліндегі дайындалған мәтіндерде сол құбылыс туралы ақпарат бағалауыштық контекстте беріледі. Ол не үшін? Ол тыңдарманның бір ерік-жігеріне әсер ету, оны бір нәрсеге үгіттеу, бір іске жұмылдыру, оның бойында бір наразылық тудыру керек болса да солай болады. Бір қызығы, қарасаңыз, оны жақсы байқауға болады. Қазір газеттерде бір оқиғаға, егер сол газет сол оқиғаны қолдаушылардың көзқарасын білдірсе, онда ол оң бағада жазады. Мысалы, ол қалай айтсам болады? Мысалы, Ақ жол партиясының делік мысалы. Ақ жол дегенді айтпай қояқшы, біз қазір саяси мәселеге орынбай тұрайық. Міне, мысалы, Анар мен Самат деген партияның мүшелері қыруар іс атқарып келеді десе, біздің партиямызды жұрт жақсы көреді, Ал бізді ұнатпайтын топ болса, басылым болса, онда бүйтіп жазады. Қанша жыл құрылғанына қанша жыл өтсе де ештеңке бітірмеген, түк тындырмаған Анар мен Самат партиясының мүшелері әрең дегенде бір шараны орындады әйтеуір деп жазады. Бір шараның орындалғаны туралы ақпаратты осы екі түрлі формада берсе, оны оқып отырған адам әрине екі түрлі көзқарасты, көрініш сезімін оятады. Бізге қатысты, Анар мен Самат партиясына қатысты біреулер қолдау білдіріп, қолдау ойымен жақсы екен деген оң ой қалыптасса, екіншілерінде қарсы теріс пікір қалыптасады. Сондықтан осы публицистикалық шығарманың тілінің бедеріне келген кезде осы ең бірінші ескеретін мәселе осы бағалауыштық, үгіттеушілік, насихаттаушылық, тілдік қолданыстар. Енді тағы да бір қызық осы жерде айта кететін нәрсе, осы әсіресе біздің журналистеріміздің тілінде көп кездесіп жатады. Осы баға береміз деп кейде сөздерді дұрыс қолданбай жатады. Мысалға? Мысалы, сөздерді дұрыс қолданбағандықтан кейде баға береміз дейді, бірақ ол бағалар күлкіл болып шығады. Мысалы, арақ ішудің арқасында дейді. Арқасында деген сөзді орыс тілінің калька дейміз ғой, орыс тілінің әсерімен аударсаған. Вследствие дегенді олар арқасында деп аударған. Ал арқасында деп біз жақсы, жағымды құбылыстар туралы, заттар туралы айтқанда айтамыз. Мысалы, пәлен адамның арқасында осындай мешіт салынды бір жерде. Тәуелсіздіктің арқасында деген сияқты. Біз жақсы күн кешіп жатырмыз десе. Ал енді арақ ішудің салдарынан болу керек. Кесірінен болу керек, салдарынан болу керек. Дәл осындай, мысалы, нәтижесінде деген сөзді де кейде дұрыс қолданбайды. Нәтиже дегенде ылғи оң мағынада қолданылу керек, Мысалы, темекі шегудің нәтижесінде ауырып қалды дейді. Темекі шегудің салдарынан, кесірінен деп айту керек, Ал нәтижесінде деп ол жақсы немесе бейтарап бір құбылысқа қатысты болса қолданған абзал. Осындай қателерден сақ болу керек. Сол сияқты біздің қазір журналистерімізде асыра өздерінше бір сөз жасаймыз деп кейде тілдің нормасын бұзып алатын тұстар болады. Мысалы, аспазшылар дейді. Аспаз дегеннің өзі мамандықтың аты. Оған апарып мамандық жасайтын жұрнағын тағы жалғап қояды. Диқаншылар дейді. Диқан дегеннің өзі мамандықтың аты. Диқанға апарып тағы да ол мамандық жасайтын жұрнағын жалғап қояды. Осындайлар кездерде журналистерге абай болған. Яғни аспаздар, диқандар болу керек. Аспаздар, диқандар болу керек. Осы публицистика шығармасының сөз бедері туралы айтқаннан кейін, Самат біздің тыңдармандарымызға кішкене түсінікті болу үшін бір кішкентай ойын өткізейік. Мен сізге бір сөзді айтам, сіз оны публицист ретінде, журналист ретінде бір бағалауыштық реңкпен беріңіз. Жақсы көрек. Мысалы, еңбек. Ерен еңбектің арқасында деуіміз мүмкін. Дұрыс, ерен еңбек. Ой. Терең ойдың арқасында. Тамаша. Ал егер мысалы бір қимылды, қозғалысты, етістікті былайша айтқанда басқаша ауыстырып беру тұрғысынан өткізсек, мысалы, дамыды десем, қарқынды дамыды деп жатамыз. Немесе өрістеді, өркендеді деп те айтады, нәтижелі болды.
Жақсы нәтиже көрсетті. Дұрыс, тағы да басқаша мен де қосқым келіп тұр, берекелі болды деп айтуға болады, Мысалы, қарсы алды десекші. Құшақ жайды. Құшақ жайды, құшақ жая қарсы алды. Тамаша. Міне біздің тыңдармандарымыз байқаған шығар, публицистикалық стильдегі ауызша сөзде міндетті түрде осындай бағалауыштық, бояуы бар сөздер қолданған абзал және қолданылады. Дұрыс айтасыз. Тіпті Анар ханым, сіз ойын түрінде де тыңдармандарымызға түсінікті болу үшін көрсетіп беріп жатырсыз. Көп рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.